Assalamu алейкум. Бізде күн суыды. Сосын сақтық дабылын қағып жатыр. Барлық жер су иттеп отыр. 20-сынан ары қарай су айрандарда 45-50-ге шығады дейді. Сонда енді бұл бордақылардың көбінде кезіп жатқан проблема мына су. Центральный құбыр суы келіп қораның ішіне әкеп, мынандай 1,5 метрге қазып көміп қою керек. Мындай 1,5 метрдей терең қазыпшы. Егер центральный су болса, сонда мына аяздарда қатпайды. Бетіне, ішіне сабан салып, бетіне кигіз орап, бірдеңе қып істетіп қойса шлангыны қатпайды. Енді бір вариант, тағы да менікі секілді жер асты суы таяз болсашы, осындай құдық қазып насос тастап қою керек. Мына су 1 метрге дейін келеді. Су көтерілген. Негізі мен қазғанда бұл 1,5 метр болатын. 1,5 метрге су көтеріліп тұр қазір. Содан насос тастайсыз, көлбеулетіп бұқаның ортасына қарай әкеп қойғам. Мынау суарып болғаннан кейін насосты өшіргеннен кейін мына шлангілерді бір қатар көтеріп жібермесеңіз, мына жерлерге су тұрса мұз болып қатып қалады. Мен мынаны көтеріп тастағаннан кейін қазір су қатқан жоқ. Насосты өшіре салғанда су өздігінен былай қарай біраз сорылып кетеді. Бірақ бәрібір де оның 100%-ға судың бәрін тартып әкете алмайды. Соның үшін тоқтағаннан кейін көтеріп жіберсеңіз, судың бәрі сарқылады. Қанша аяз болса да су шлангы қатпайды. Енді шлангы қатып ток келмей қалған жағдайда, насосыңыз күйіп кеткен жағдайда қорқатын ештеңеңіз жоқ. Мына бетін ашасыз, шелекпен іліп аласыз. Ол жер асты суы, ол дала қанша суық болса да, именно қораның ішінде құдықтың суы қатпайды. Құдықтың суы қора емес, далада тұрса да қатқан көргем жоқ мен. Құдықтың суы ешқашан қатпайды. Жер асты суы жылы болады. Бұқағын соратын болсаңыз, қайта наоборот жылы, зәрі сіңген су болып, бұқаға өте тиімді. Құбыр суы өзен суына қарағанда жердің асты суы жылы болады. Бұқалардың жағдайын жатқаннан көрсетейін. Бұлардың үсті таралмағалы 10 күн болып кетті. Bir үстін тарақ қою керек. Негізі міне бірінің үсте бір тыстайды. Ана жалқаулықпен құйрығын кесем деп ұмытып кеттім. Мына құйрығын кеспесеңіз көрдіңіз бе? Мынаған боқ жабысы болады. 194 кг шыққан дәу бұқам, тірі салмақ. Мынау да осы алып келген бұқалардың біреуі, 450 мың қалған бұқаның біреуі. Мынау 572 мың қалған бұқаның біреуі. Мынау сыңары. Мынау жаңа 450 қалғанның сыңары. Мынау енді 100 мыңдық бұқа. Бұны негізі енді 40-50 мың қалса да болады. Ол жағдайын айтқам, мақтана бермейін. Мынаның мүйізі осылайынан болып қаны тоқтады енді. Қалғанын бір құдай біледі. Дегенмен бәрібір де ауырсынып тұр. Бұл салмағы кетіп қалды. Енді қайтадан көреміз, қайтадан жүреді аман болса. Бұқа аман болса, адам аман болса бәрі болады. Міне бұқалардың жағдайы. Мынау сатылады деп симай қалған 10 бұқаның біреуі болатын. Бұл пока жатты. Анау Әулиекөл. Мынау да Әулиекөл. Басқа не жаңалық бар? Сол негізгі бүгінгі айтайын деген тақырып су проблемасы. Алда күн суық келеді. Қора жайларыңызды ыңғайлап болсаңыздар. Енді менде қазір түнде 18-20 болды. Мына жақтың бәрі ашық. Боқтар жартылай қатқан. Енді менің есебімде ол бізде бәрібірде қыстай суық болмайды енді. Суық кездерде бұқа семірмей ақ өз күйін өзі сақтап тұрса, бір аптадан кейін суық қайтады негізі. Суық қайса мұның іші қатты суықтық жасамайды деп ойлаймын. Өйткені жердің астығы қанша дегенмен. Оның үстіне енді міне жерде 5 бұқалық орын тұр. Бұйыртса 5 бұқаны сатып алып қойдым. Дүйсенбі ме екен, бүгін бе екен, 4 бұқаның иесі біреу өзі алып келетін болды. Бұқаларды опшым көрмей-ақ видеодан гene келсе салдым. Себеп өзімде машина жоқ, ол алыс ауылдан шығып отыр. Алыс ауылдарға такси жалдап бір барам. Келіссем бір жөн, келіспесем бекерден бекер бір күн уақытым және таксидің ақшасы кетеді. Келісетін болсам тағы да өре, ертесі тағы соған жүк машина тауып іздеп, тағы өзім барып алып келуім керек. Одан да қазір қазақпыз ғой. Алдамаңыз дедім. Бұқаңыз сенімді болса, собаға да болса әкеп берсеңіз алам дедім. Көреміз енді. Адамдар қалай екен. Енді біреуге
Сенбесең өзің біреу сендіре алмайсың. Мен де сол өтірік айтпайым. Көбінде елді де өзім секілді өтірік айтпайды деп ойладым. Келгенде бұқаларды көресіздер, бағасын айтамын. Мүлдем барып көрмедім, тек қана видео, фотодан келістім. Bir Allah'a сендім. Қазағыма сендім. Қазақ жігіттер, мына әтештер қаңқылдап қанышты. Жақсы онда. Аман сау болыңыздар. Бүгінгі тақырып сау болатын. Негізгі ешқандай сұрақ, ешқандай өтініш болған жоқ. Өздігімнен салайын дедім осы.